Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, өте оңай, үйдегі бар заттан жасалынатын пияз нанның рецептісімен бөлісетін болам. Рецепті толық білу үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Алдымен бөлме температурасындағы суымызға осындай үлкен қасықпен сұйық май және тұз, ашытқы майонезімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға қоса отырып, қаттылау қылып қамыр илейтін боламыз. Мен толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Қамырымыз иленген соң, осылай қалтамызға салып, қоя тұратын боламыз. Енді ортасына салатын жуаларымызды дайындаймыз. Жуамызды жіңішке және майдалау етіп турап аламыз. Біздің жуамыз көп болған сайын пияз нанымыз өте дәмді болып шығатын болады. Және де мен осындай көк жуаның сабақтарын қостым. Үстінен тұз бен бұршымызды салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Қамырымызды екіге бөліп, жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қамырымыздың үстінен алдын ала ертілген сары майымызды құйып, барлық жеріне тегістеп жағамыз. Осылай қолымызбен жағып аламыз. Енді жуамызды көз мөлшерімізбен екіге бөліп, барлық жеріне жеткізіп тұрып жағатын боламыз. Егерде менің арнамды көріп отырсаңыз, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында жасалынатын ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Қамырымызды осылай рулет құсатып орап аламыз. Енді ортасын ашып, пышақпен кесіп, бірін-біріне жабыстырып, дөңгелектеп орайтын боламыз. Осы бір жайымнан бір үлкен пиязынан жасасаңыз да болады. Мен бірақ жеуге ыңғайлы болсын деп екеуін жасадым. Видеодағыдай барлығын орап, пергамент қағазын төсеп, үстіне қоятын боламыз. Енді екінші жайымды жасап дайындап алдым. Енді барлығын дайын болған соң пеште пісіретін боламын. Екінші жайымды да дайындап алдым. Енді жұмыртқаның сарысын үстінен жағып шығып, үстіне қалауларыңызша кунжут мак сепсеңіздер де болады. Пешімізде 30 минутқа пісіп шығатын болады. Өте дәмді, өте ерекше. Дәмі аузыңыздан кетпейді. Ортасының бәрі қатпарлы, әдемі болып шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ортасын кесіп көрсететін боламын. Ортасының бәрі әдемі, қатпарлы және тойымды тамақ. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.